Баршаңызға сәлем құрметті көрермендер, біз өткен видеоларда компьютердің қалай істейтін және орталық процессор, видеокарта, күнделікті жады құрылғылардың қалай істейтінін көрсеткен болатынмын, ал бұл видеода орталық процессормен тікелей байланысты сақтау құрылғысы, яғни жедел жады, оперативка туралы айтатын боламын. Жайғасып отырыңыздар. Ретімен барайық. ОЗУ ол сондай-ақ жедел жад құрылғысы. Бұл уақытша деректерді орындау барысында сақтайтын жад. Ол ұшпа болып табылады, өйткені жад модуліне қуат беріліп жатқанда қосымшалар оның ішінде болады, және оларды процессор орындайды. Егер жүйе өшірілсе немесе қуат үзілсе, онда орындалатын процестер қатты диск сияқты бір жола жоғалады. ОЗУ-ның өзіндік жады көлемі болады. Ақпараттық технологиялардың ерте дамуы кезінде жад көлемі мегабайтпен есептелген. Қазіргі уақытта сіз 4 гигабайт және одан жоғары жедел жадымен ешкімді таң қалдырмайсыз. Жедел жады уақыт өте келе толығымен өзгеретін немесе өзгеріссіз қалатын, және компьютер жұмыс істеп тұрған кезде орындалатын аралық деректерді уақытша сақтауды қамтиды. Жедел жадыны миымыздың қысқа мерзімді жадымен салыстыруға болады. Мен нақты мысал келтірейін. Міне, сіз Photoshop бағдарламасын іске қостыңыз. Бұл процесс қазірдің өзінде ОЗУ-да сақталған. Өңдеу үшін қандайда бір фотосуретті жүктеп салдық. Сіз оны өңдеп жатқанда бұл өзгерістердің барлығы жедел жадта сақталады. Бірақ сіз оны сақтағаннан кейін барлық өзгертулер бастапқы файлмен бірге қатты дискіге, ұзақ мерзімді сақтауға көшіріледі. Сол сияқты біздің миымызда да ақпарат ұзақ мерзімді жадта сақталады. Егер біз жедел жадыны қатты дискімен салыстыруды жалғастыра берсек, онда екінші айырмашылық олардың жұмыс жылдамдығында. Бұл қатты дискінің басқа мақсаттарға арналғандығына байланысты. Жедел жады үнемі өзгеріп отыратын уақытша процестерді сақтайтынын ескерсек, компьютердің жылдам жұмыс істеуі үшін жедел және жедел жады болуы керек деп айта аламыз. Жедел жады жылдамдығы мегагерцпен өлшенетін жаңарту жылдамдығымен анықталады. Қарапайым тілмен айтқанда, жедел жадыңыз неғұрлым жылдам және көлемді болса, соғұрлым процестер мен қолданбаларды іске қоса аласыз, және олар соғұрлым жылдамырақ жұмыс істейді. Сондай-ақ біліңіз, сіздің жедел жадыңыз әлі жедел жадсыз жұмыс істемейді, тіпті іске қосылмайды. Неліктен? Жауабы қарапайым. Ақыр соңында амалдық жүйеде файлдардан тұрады, және толық жұмыс істеу үшін осы орындалатын файлдарды жүктеу қажет. Жүктеу кезінде Windows логотипі көрінген кезде, сол кезде амалдық жүйенің компоненттері жедел жадқа жүктеледі. Негізгі қызметтер, процестер іске қосылады, жұмыс үстелі ашылады. Әрі қарай, негізгі процестер іске қосылғанда, іске қосылатын бағдарламалар іске қосылады. Әрине, егер сізде осындай әрекеттер болса, кез келген қосымшаны іске қосу, браузерде сайтты қарау, осының бәрі жедел жадта сақталады. Тапсырмалар реттеушісінде процестер және өнімділік қойындыларында физикалық жад көлемін, сондай-ақ бос және бос жад көлемін көруге болады. Жалпы жедел жад бұл қатты диск пен компьютердің басқа құрылғылары арасындағы шағын, бірақ жалғыз көпір. Ал қазір жедел жад әлеміне еніп, DDR модульдерінің DDR1 пайда болғаннан бастап болашақ DDR6-ға дейін қалай дамығанын талдаймыз. Менің ойымша, бейне сарапшылардың болжауынша, қазір бізбен ұзақ уақыт бірге болады деп болжап отырған жаһандық жедел жадты имитациялау аясында қызықты болады. DDR Double Data Rate дегенді білдіреді. Бұл деректерді тасымалдау технологиясы, ол әрбір сағат сигналының екі жағында да жоғары және төмен деректерді тасымалдау арқылы жадтың өткізу қабілеттілігін 2 есе арттырады. Бұл жад бір циклде 2 деректерді тасымалдауды жүзеге асыратынын білдіреді. Біреуінің орнына бұл ақпаратты беру жылдамдығының жоғарылауына келеді. Бұл жад технологиясындағы алға жасалған маңызды қадам болды, өйткені DDR-ге дейін үстір болған. Ол өз кезегінде деректер блогын шыңға жеткен сәтте ғана тасымалдай алатын. Қалған уақытта келесі шыңға дейін шина бос тұрды. Бұл шинаның жұмыс жиілігін физикалық түрде 2 есе арттырмай-ақ жадтың өткізу қабілеттілігін 2 есе арттыруға мүмкіндік берді. Бұл компьютерлерге деректерді әлдеқайда жылдам өңдеуге мүмкіндік берген үлкен технологиялық секіріс болды. Бұл модульдердің барлығы әдетте 2-5 вольтпен жұмыс істеді.
Деректерді берудің ресми жылдамдығы секундына 200-ден 400 м трансфер аралығында болды. 64 биттік деректер шинасында DDR4-нің максималды стандарты өткізу қабілеттілігі 3.2 ГБ дейін жетуі мүмкін. DDR1 2000 жылдардың басында Intel Pentium 4 және Athlon процессорларына негізделген компьютерлер үшін стандартқа айналды. Модульдердің көпшілігінде бір жолақта максимум шамамен 1 гигабайт болды. DDR1 бір жылдамдықты ST-ге қарағанда айқын жақсару болғанымен, ол айтарлықтай қуат жұмсады, және жиіліктің жоғарылауымен сигналдың электрлік тұтастығына қатысты шектеулерге тап болды. Бұл шектеулер саланы DDR-ге көшуге итермеледі. Бұл кернеуді төмендетіп, сигнал берудің тиімді әдістерін енгізді. DDR жады DDR1 негізінде құрастырылған. Ең маңызды өзгеріс Foreign Perfect нұсқасына көшу. Бір циклде деректердің 2 блогын дайындаудың орнына DDR2 4 блокты дайындады. Бұл жад жиілігін пропорционалды түрде арттырмай, тиімді тасымалдау жылдамдығын 2 есе арттыруға мүмкіндік берді. DDR2 модульдер DDR1 үшін 2.5 пен салыстырғанда 1.8 төмендетілген кернеуде жұмыс істеді. Бұл бір уақытта жоғары жиіліктерді қамтамасыз ете отырып, жылу мен қуат тұтынуды бақылауға көмектесті. Физикалық тұрғыдан алғанда, жұмыс үстелі компьютерлеріне арналған модульдерде 240 түйреуіш, ал ноутбуктерге арналған SATA құрылғыларында 200 түйреуіш болды. DDR бір кездейсоқ орнатылуын болдырмау үшін DDR-дегі ойықтар басқаша орналастырылды. DDR-дің ресми жылдамдықтары секундына 400-ден 166 м трансфер аралығында болды. Секундына 800 м трансфер жылдамдығымен DDR-де өткізу қабілеттілігі 6-4 гигабитс қажетті. DDR Perfect енгізу арқылы жадтың өнімділігі мен қуат тиімділігін одан әрі жақсартты. Бұл бір циклде деректердің 8 блогын дайындауға мүмкіндік берді. Бұл DDR мен салыстырғанда 2 есе өсті, және ішкі жад жиілігін айтарлықтай арттыруды қажет етпей-ақ, әлдеқайда жоғары тасымалдау жылдамдығын қамтамасыз етті. Кернеу 1,5 вольтке дейін төмендеді. Бұл DDR2 мен салыстырғанда қуат тұтынуды және жылуды азайтты. Физикалық тұрғыдан алғанда, жұмыс үстеліне арналған DDR3 модульдері 240 түйреуішті сақтап қалды, бірақ ойығы да дұрыс емес, ал ноутбуктерге арналған SATA модульдерінде 204 түйреуіш болды. DDR4 энергия тиімділігін арттыруға, сыйымдылықты арттыруға және сенімділікті арттыруға назар аудара отырып, тағы бір үлкен қадам жасады. Ол Perfect пайдалануды жалғастырды, бірақ ішкі сигналдық желілер мен жад блоктарының құрылымы жылдамырақ жылдамдықтар мен жақсырақ масштабтау үшін жетілдірілді. Стандартты кернеу 1.2-қа дейін төмендеді. Бұл жылдамдықтың жоғарылауына қарамастан қуат тұтынуды азайтуға көмектесті. Стандартты DDR4 жұмыс үстелі модульдері орнатуды жеңілдету үшін қисық жиегі бар 288 түйреуішті пайдаланды. Ноутбуктың SATA құрылғылары 260 түйреуішті қолданды. Ойық қайтадан ығысып, DDR4 алдыңғы буындармен физикалық үйлесімсіз болды. DDR4-тің ресми жылдамдықтары 2133 мегатрансферден басталып, JEDEC стандарты бойынша 3200-ге жетті, ал көптеген үдеткіш жинақтар секундына 4000 мегатрансферден де асып түсті. DDR5 жад өнімділігін келесі деңгейге көтерді. Оперативтік жады шынымен ақылды құрылғыға айналды. DDR4 сияқты DDR Perfect пайдаланады, бірақ жақсырақ масштабтау, жылдамдық және тиімділік үшін ішкі архитектура қайта жасақталды. Негізгі өзгерістердің бірі топтаманың және бандруптардың, банктер тобының ұзындығының артуы. Бұл екі жақсарту бір уақытта көбірек операцияларды орындауға және көп ағынды жүктемелермен жұмыс істеу кезінде кедергілерді азайтуға мүмкіндік берді. Бұл технология жад микросхемасындағы қателерді түзетуге көмектеседі. Физикалық тұрғыдан жұмыс үстелі DDR5 модульдер DDR4 сияқты 288 түйреуіштері бар, бірақ ойық басқаша тураланбаған. Ноутбуктерге арналған SATA құрылғысында 262 түйреуіш бар. Жылдамдықтар секундаға 4800 м трансферден басталып, үдеткіш 13500-ге дейін жетеді. 2021 жылы Intel компаниясының 12-ші буын процессорлармен бірге жаппай пайда болды, ал AMD 2022 жылы 7000-ші Ryzen қолдауын қосты. Сондай-ақ бұл ұрпақта жаңа Q2 форматыры пайда болғанын айта кеткен жөн. Ол дәстүрлі C және D модульдерін ауыстыруға арналған. Ол қосылудың басқа әдісін пайдаланады, жастықшаларды аналық платаға қарсы итеріп, оларды болттармен бекітеді. Бұл жұқа профильді, көбірек сыйымдылықты және жоғары жылдамдықты қамтамасыз етеді.
Сірә КМ2-ның шын мәнінде жаппай таралуы бірнеше жылдан кейін күтілетін. DDR6 жадының келесі буынының келуімен ғана орын алуы мүмкін. DDR6 әлі әзірленуде және әлі шығарылған жоқ, бірақ өнеркәсіптік жоспарлар өткізу қабілеттілігінің күрт өсуін болжайды. Алғашқы деректер жылдамдықтың секундына шамамен 12800 мга трансферге дейін артқанын көрсетеді. Бұл әр ұрпақтың жылдамдығын 2 есе арттыру үрдісін жалғастыра отырып, одан әрі өсу мүмкіндігімен. Кәсіптік оқу орындарының архитектурасы мен банктердің құрылымы жақсарады деп күтілуде. Кернеу қайтадан төмендеуі мүмкін. Спецификация әлі түпкілікті болмаса да, сарапшылар бір арнаға 80 биттан астам өткізу қабілеттілігін болжайды. Егер кесте орындалатын болса, мен жедел жад дағдарысына байланысты онша сенімді емеспін. Онда бірінші DDR6 тұтыну нарығына Intel және AMD жаңа платформалармен бірге шамамен 2026-27 жылдары шығуы мүмкін. Алдыңғы буындармен ұқсастығы бойынша DDR6 біртіндеп негізгі стандарт ретінде түрді алмастырады. Міне, осылайша, достар, біз бірінші DDR жадынан болашақ DDR6-ға өттік, ол бізге ғарыштық жылдамдықтарды уәде етеді. Қазір Наруто оперативка бағасы шырқырап тұр, сондықтан да компьютерлер мен ноуттар бағасы тоқтаусыз өсуде. Сіздерге видео жасаған Қазтехногид арнасы видео ұнаса лайк және подписка.